қызметінің статистикасына сәйкес, дәл қазіргі уақытта күн сайын 75 мың блог тіркеліп, және де ода 1,2 миллион жаңа жазбалар енгізіліп отырады екен. Яғни бұл дегеніңіз блогтар жиі жаңаланады, жиі тіркеледі деген сөз. Біз ең алдымен қазір бәріміз білеміз, WordPress.com платформасы жабылғаннан кейін қазақ тілді блогшылар арасында әсіресе жастарға жиі қызықты. Блогтар қандай, сол тақырыпқа келсек, жүргізіп отырсаңыз. Ең бірінші керек инфо, керек инфо, содан кейін тағы бір айтпасыз. Және айта бердім, неге мен бұл екі блог тұғырларды бірге қойдым, өйткені бұлар лайвстрит стиліндегі блогтар. Лайвстрит дегенмен көп адамдар түсінбейді, ол тура қарапайым тілмен ұғынықты жеткізсек, бұл тірі көше деген мағынаны білдіреді, яғни көшеде сіз көршілеріңізге шығып қақылдасып сөйлесе аласыз, кез келген әңгімеге кірісіп кете аласыз. Бұл жерде де жаңағы WordPress-тегі қатып қалған салмақтылық жоқ. Кез келген жерге барасыз да, кіріп, мәселен, жаңағы қауымдастыққа кіресіз, пікір жазасыз, жазбалар орнатасыз, араласып кетуіңізге толықтай мүмкіндік бар. Келесі. Және де бастаңыз, бұл платформалы әлі Кажур блог жүйесі тағы да. Кажур блог жүйесі жаңа көрдіңіз, мынау екпін деген Ювежінің қанатынан ашылған жақында ғана қазақ тілді мәдени журнал. Одан кейін сосын тағы Бақ.кз сайтында көптеген сіздер білесіздер, ақын жазушылардың, журналистердің және депутаттардың өздерінің ойларын түртіп отыратын блогтар бар жүйе. Келесі. Сосын онша көп адамдар кірмесе де Нұр.кз порталында қазақ тілді жаңағы Досмо блог деген бөлігі, бұл жерде жастар махаббат тақырыбына арналған бөлімдерді тіркейді. Келесі. Және де керек инфода барлық блог тұғырлар өздерінің оқырман аудиториясын мүмкіндікше ұстап тұруға тырысады, және де сол үшін апталықтар әртүрлі байқаулар жүргізіліп жатыр. Мәселен, керек инфода осы жылы көктемгі апталықтар басталды, яғни келесі қыздарға ән сыйлайық, аналарымызға не сыйлаймыз деген сияқты әртүрлі тақырыптарда пікірталастар болды. Содан кейін мынау ұлыстың ұлы күніне қатысты керек инфода болған посттар жазылған. Наурыз көжені жасалу. Айта бер өзі жақында ғана ашылған сайт. Бұл жерде 8 наурызға ашық хат жасаудан жарыс өтті. Айта бердің негізгі қолданушылар 16 мен 23 жас аралығында өте балғын адам қолданушылар. Олар осындай ашық хат жасаудан жарысты. Келесі. Массагетте 22 наурызға осы ұлыстың ұлы күніне қатысты түрлі танымдық посттар жарияланды. Мінекей тағы да біреу. Келесі. 22 наурызға қатысып көп мемлекет болған алдымыз. Одан әрі жүреміз. Ал енді қандай жазбалар пікірталасқа негізінен толы болады? Бірінші, бұл әрине діни тақырып. Қазір біз Қазақстанда өте актуалды, өзекті тақырып діни, одан кейін әдеби тақырып, сосын еркін эмоциялы, әркім өзінің ойын жазатын, өзінің пікірін білдіретін, сосын әсіресе көпшілікке ұғынықты, көп адамның санасы жететін, көп адам пікір білдіре алатындай түсінікті посттарға пікір көп қалдырады, көп талқыланады. Енді сіздер білсеңіздер, керек инфода натоп башылы маған ешкім емес деген Ая есімді қолданушының посты жарияланды. Бұл жерде Жұмабай Шаштайұлы Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы ашумен бәлкім айтып қалды, осындай сөзді айтқан, бұл жарияланып кетті. Қараңыздар, бұл 1700 рет оқылды, бұл жерде үлкен пікірталас орнады, және 350-ден астам пікір қалдырылған. Келесі. Діни тақырып бұл біздің бас ауруымыз, діни сауатты да, сауатты емес адамдарда өз пікірін білдіріп қалдыруға тырысты. Мәселен, мына посттар мен арасынан тек іріктеп алдым, негізі 5 дін тақырыбында шаш етектен. Келесі. Содан кейін біздің тағы Қазнеттің мәңгілік басты тақырыптарын бірі ол қыз бен жігіттің арасындағы қарым-қатынастар, яғни қыздар туралы ертегі, қазақ жігіттері қашаннан бастап үйлену керек, қыздар жігітке қалай ұнау керек, кездескенде не істеу керек, осы үздік ондықтан түспек бұл тақырып. Келесі. Және де ұят табылса, біздің қазақ блогшылары ойбай ұят жариялама деп айтқанмен де бізде ең көп оқылатын посттар бұл осы ер мен әйел арасындағы қарым-қатынас көп оқылады. Мәселен, қарап отырсаңыздар, мынау эротикалық жұлдызнама 5000-ға жуық рет оқылған. Келесі. Және де Массагет сайтында жұлдыздардың блогтары бар, әншілердің, өзім жұлдыз деген сөзді онша ұнатпаймын, Нұрлан Албан, Миламентова, тағы да. Сәкен Майғазиев, көп әншілер, сол арқылы да Массагет сайтына көп ықпал болады. Жұлдызды блогтар Массагетке қолданушылардың көп кіруіне ықпал етеді. Сосын біздің біреу баршы. Қазір біз өзіміз енді дамып келе жатқаннан кейін қазақ интернеті оған қатысты әртүрлі пікірлерді
аймақтарда өте маңызды. IT мамандарының шолулары, сұхбаттары біз үшін қызықты болып келеді. Енді келесі. Енді біз блогты барынша қызықты қылдыру үшін не істейміз? Мүмкіндігінше, енді өзім білетін ережелермен таныстыра кетейін. Ең бірінші ол сауатты пікір қалдыру, сауатты пост жаза алу. Сауаттылық ол сіздің қандай дәрежеде білімді екендігіңізді көрсетеді. Келесі. Тақырып тартымдылығы. Постыңыз мейлінше түсініксіз, мейлінше қызықсыз болса да, постыңыздың тақырыбы айғайлап тұрса, шақырып тұрса береді. Сіз сонымен-ақ рейтинг жинап ала аласыз блогта. Одан кейін көпшілікке түсінікті, жеңіл әрі жатық тілмен сөйлеуге әдеттену, контент сізге дейін қалыптасқан, қазақ интернет сізге дейін бар, тек бір жаңалық енгізуге бірден құштар болмау керек. Мүмкіндігінше жаңағы көркем әдеби қойыртпақ сөздерді көп жазбай, мүмкіндігінше түсінікті тілдермен жазған сөйлеген дұрыс. Одан кейін көпе көрнеу ел жұртқа ақыл айтпаңыз. Ешкімнің қазір ақылы керек емес, дұрыс па? Әркім өзіне керегін алады. Бірақ сіздің жазбаларыңызда міндетті түрде соңғы жағында түйіп аларлық бір мораль, қандай да бір толықтай түйін болу керек. Ол пост мағынасыз болмау керек. Одан кейін даралануға тырысыңыз. Әрбір блогшының жеке позициясы дара үні болу керек. Мәселен, керек инфо сайтында сіздер білсеңіз, Рафаэлла есімді анонимді қолданушы бар. Бұл кісіні біз кім екенін білмейміз, бірақ бұл кісі немен танылды? ақш-тың сайттарында үкіметтің құйтырқы саясатын масқаралау үшін мынандай сайттар бар. Өтірік ойлан құрастырып әңгіме жасап. Біздің Рафаэллда біздің қоғамдағы түйткілді мәселелерді сарказм мен ирониямен жеткізу үшін ойлан құрастырып мақалалар жазады, сонына блог қолтаңбасын қалдырады. Дәйек сөз, дереккөз, сілтеме, яғни кез келген нәрсе біреуден копирайт жасасаңыз да, міндетті түрде мына жерден алынды деп жазып қойыңыз. Мейлі сайт түрінде жаза алмасаңыз, оны былай, мына Розатайдың блогынан алдым деп қойыңыз. Бастапқы кезде қиын ғой енді. Өйткені сізді бақылаушылар бар, блогшылар қазір өте сауатты. Мәселен, Сағын Серік деген азамат қазір Алматыда жүр, Зако деген никпен керек еді. Ол осындай көшіргіш журналистермен блогшыларды ұстап алатын сондай бір блогшы, өте көзі қырағы. Мәселен, ол блогшын дейді, лицензиясын дейді деп пост жариялаған. Одан кейін жалған Пакистан және таптаурын тақырыптарын аулақ. Мысалы, ойбай құрыдық біттік, тілім қайран, тілім-ай, қайран менің жерім-ай, сатылып баратсың-ау. Ол әбден таптаурын болған тақырып. Мейлінше біз жаңағы бейтарап пікірде сөйлеуіміз керек. Мысалы, керек инфода жарияланған мынау жетімін жылатпаған ел еді деген пост, бір қызығы керек инфода Гуантанамо зынданы деген арнайы айдар бар. Осы жерге жаңағыдай осындай сұрықсыз деп танылған деп бұларды тастап жібереді. Өйткені қызықсыз деп есептейді да тастап жібереді. Зынданға түсіп қалмаңыздар. Одан кейін өзің туралы мағлұмат. Сіз блогта отырғанда өзіңіз туралы мағлұмат беріңіз. Негізінде, мәселен, өзім пікірім, мен анонимді қолданушыларды ұнатпаймын. Бізде бірнеше анонимді қолданушылар бар. Оны кім екенін білмейміз, өтірік ат қойып алады, суретке әншінің суретін қойып қояды. Ол өзіңіз туралы неғұрлым нақты, қай жерде істейсіз, қайда оқисыз, мәлімет берген сайын сізге оқырман сенеді. Түсінесіздер ме, суреттерін салсаңыздар. Мысалы, өзін-өзі таныстыру деген өте бір жақсы нәрсе. Керек инфода статьялар бар, білексіз сұхбат. Мәселен, АК-дан асау бота алған. Өзі туралы айтады. Келесі. Мысалы, өзім жайлы 101 факт деген алаңдаларымызда отырған Абай деген азамат өзін жайлы бүкіл пікір недерді. Өзі жайлы сипаттамалар жазған. Бұл айта берді. Және келесі. Байқампаздығыңызды, қоғамдағы жағдайларға бейжай қарамайтындығыңызды көрсеттіңіз. Мысалы, Бүркіт Нұрасыл есімді астаналық журналист халық сөзі газетінде істейді. Былтыр блогында мынадай жариялады. Бұл қарап тұрсыздар, біздің елдің ба қоқыстасып бара жатыр. Бұны жазбаған кешірім сұраймын, бұл заң газетінде жарияланған. Бүркіт Нұрасыл Қазақстан сөзін теріс қаратып жазып алып жүрген жастарды сынаған. Келесі. Мынау енді менің бірінші курстағы блогым, бұл жерде мен жазғанмын. Неге жерге 50 теңге 100 теңге тастамайды, ел жұрт неге 1-2 теңге тастайды және оны ешкім көтермейді деген мәселе. Бұл ағылшын тілді ортада да біраз Асхат Еркінбай аударып, біраз дау тудырған мәселе. Келесі. Және де мынау біздің Ахи деген телеинфолог азаматтың несі, біздегілерге қыр жетіспейді ғой деймін. Тақырыптық тартымдылығы көрініп тұр ғой, бұл жерде жаңағы біздің Алматы қаласындағы Құрманғазы көшесі, Құрманғазы, Шымбұлақ болып кеткен сол байқампаздығыңызды көрсетіп салып блогқа салсаңыз, бұл міндетті түрде талқыланады, билікке жетеді деп сенемін. Келесі. Блогыңды белгілі бір бағытта жүргізіп тұрсыз сурет. Эльвира
жазған WordPress саяхаттарым, аспаздық және де өсиет әңгімелер. Мынау аспаздық блогы ол тек қана тамақтарды пісіріп, әртүрлі кулинарияға қатысты тамақ блогына салып саяхаттарымда шетелге жасаған саяхат жазады, ал өсиет әңгімелерде сіздер білесіздер хадистер, түрлі адамға ой салатын тағылымды дүниелер жазады. Бірақ бір тақырыптық блогты жүргізу өте қиын. Сол келесі. Бұл неғұрлым пайдалы дүние жазуға тырысыңыз, суреттерлер. Мысалы, флешкамызды вирустан қалай қорғауға болады? Өте қалай керек дүние, бұл оқылады міндетті түрде. Сосын мынандай тың мәліметтер. Біздің қазақ журналистеріне, мен өзім де журналистпін, бізде мынандай шетелде жүрген қазақтар туралы ақпараттар өте аз беріледі. Асау Ботаның жақсы бір бағдарламасы, бұл Ашат Оразов сайт жасаушы. Біз білмейтін қазақтар әлемнің әр түкпірінде жүріп, қазақ деген атына кіргізілген. Роза, сұрақ жауап кезек берсең, уақытын. Осы енді келесі жаңа көрсетсем, білгеніңмен бөліс, яғни өздерің гүл өсіресің ба, мал бағасың ба, сонымен бөлісу. Мынау хендмейд мен қолөнерді алдым осы жерде. Қазақ контентін, ертеңгі контенттің негізінен де аудио құжат, бейне құжат, көбірек инфографикаға көп мән беріледі. Мынандай мәтіндер кейініректе артта қалады деген болжам. Мен көптеген блогшылар осылай дейді. Сұрақтарың болса қойып отыра беріңдер. Шақырайын ба? Сұрақтарыңыз болса қандай түсініксіз? Өзіңіз қандай тақырыптар болып жүрсіз? Менікі тақырыптық блог емес, менің WordPress-те Розатайдың блогы деген блог болған. Қазір жылдамын, Телегинфода, 10 кезекті, Массагетте. Барлық жерде жүрмін, бірақ мен бір ғана тақырыпта мен жазылмаған қиын. Мәселен, мен ер деп айтар едім, бір ғана аспаздықты жүргізу, я болмаса бір ғана өсиет әңгімелер жүргізу, ол өте қиын мәселе. Түсініксіз болса айтыңыздар, мына жерде көп адамдар мені танымайды екен. Сіздерге ертең жақсы блог бастауға сұрақ бар ма? Ешкімнен намаған ғой дейм, Жоқ, намаған емес. Қазіргі блогтардың ішінде кімдердің блогтарын қыласың дейді. Үлгі тұтамын. Қызықты деп. Қызықты. Осының барлығын қолданды жаңағы. Негізінен адамдар ма жекелеген? Бізде өзімдік, менің ойымша ол Сатып алды. Сатып алды, ол Телегинфоның жұлдызы. Сосын қисықты оқимын, пайтикті оқимын, Асау Бота. Қазір біз Телегинфода жүрміз ғой, WordPress-те көп блогшылар өзімдік қолданбасы болатын. Кажурда енді біраз тоқтап кеттік қазір. Негізі WordPress-ке деген не сағынып көп. Айта бер. Сіз мынадай неге келсеңіз бе, мысалы, кейбір блогтарды әйел адам жүргізеді, кейбір блогтарды ер адам жүргізеді. Әйелдердің әйелдер оқысын, ерлердің ерлер. Мысалы, шаш түтімі туралы сіз айтқандарды, мысалы, оны қыздар жазу. Айқара көз. Айқара көз жақсы негізі. Мысалы, басқа нелерді қой бағу туралы, қыздар қой баққанды көрген жоқпын. Ер адамды жіберу ондай. Дұрыс па, ондай неге? Сіз оны неге олай сұрадыңыз? Біреу бірдеңе басқаша жасады ма? Енді бірақ сіздің пікіріңізге... Мысалы, мен аспаздық туралы мүмкін жазатын шығармын. Мәселен, Телегинфода сіз білсеңіз, анау біздің жігіттер тамақ жасаудан жарысты. Ашат бастаған топ, барлығы әр аптада тамақ жасап. Мысалы, онда ешқандай сөкеттік жоқ деп ойлаймын. Қазір ер мен әйелдің рөлі, ер мен әйелдің атқаратын қызметі ауысып кеткен заман ғой. Қолынан келе ма еркектерді тамақ пісіріп қойсын блогқа. Ең бастысы ол оқырманға пайда келтіру. Еркектер пісіретін тамақ қойды шығар. Алғастар алғастыр. Ол сіздің ойыңыз. Уақытта бітіп қалды. Қызықты, ең көп оқылған жазбаңыз қандай тақырыптар? Менің блогымда ең қызықты емес, ең көп оқылған жазба ол тұрақты тіркестер деген мен кітаптан теріп салғам. Елдің бәрі тұрақты тіркестерді Google-мен зиттен мен блогыма топ ете қалады, соның бәрі рахмет деп жазып кетеді. Сол ең көп. Сосын Тұрсынбек Қабатовтың былтыр 2-ші орын алып қалғанда берген сұхбаты ең көп оқылды сол. Ал ең көп флутталатын жазбаңыз қайсысы? Ең көп флутталатыны ол анау жігітке тән джентльмендік қайда деген. Жігіттер неге сараң, неге ақшасы шығармайды деген тақырыпта жазып едім сол. Роза, уақытың бітті. Рахмет.